жалғастыру деген сөзді ағылшынша қалай айтуға болады? Continue деп айтуға болады. Ендеше балалар, біздің тақырыбымыз continue деп аталады. Continue цикл басқару, яғни бұл оператордың конструкциямыз, continue цикл басқару операторының қызметіміз. Бүгін сабақтың мақсаты continue цикл басқару операторын біледі және цикл басқару нұсқауын қолдана алады деген сендерге алдына мақсат қойып отырмыз. Осы мақсатқа сабақ соңында жетуге талпынайық. Қандай сөздерді білесіздер? While және екіншісі for операторы деп болады бізде. Сабағымызды ендеше ары қарай жалғастырайық. Енді жаңа қазатымен байланыстырсақ, енді орысымен байланыстырайық. Жалғастырамыз деген сөзді орысша қалай айтамыз? Егер жалғастыру болса, жалғастыру. Цикл басқару операторы continue ағымдағы итерацияны аяқтайды. Бұл келесі итерацияға мүмкіндік береді. Бұл кодта қалай қолданылатынын көрейік. Мысалы, 1-ден 10-ға дейінгі жұп сандарды алу үшін for if continue цикл басқарды қолданамыз. Программа коды мынадай болады. Немесе жаңағы алғашқы тақырыпты анықтаған кезде жыл мезгілдерін алып цикл операторы болады. Цикл операторына екі мысал келтіреміз. Кез келген for болсын, while болсын. Одан кейін continue қолданатын тағы мысал келтіреміз. Одан кейін білімдер тасымаларын орындаймыз. Соны шыққан мониторинг бойынша сіздердің білімдерді тез серетін боламын. 1-ден 6-ға дейін. Яғни бірінші жол қалай болады? 6 жинамыз. Екінші жолда бізде қараңдар. Екінші жолда бізде қарапайым шарт берілген. Мына жерде 3-пен 6-ға кету керек. 3-пен 6-ға кету керек. Ендеше біз және деген сөзді ағылшынша қалай айтамыз? Дұрыс, ендеше біз жерге шарт қалай қоюға болады? Яғни продукт берген, сендер білесіздер, біз жаңа сандармен жұмыс жасадық. Мәліметтер типте бізде санды шамалар болады. Интеграция және флот демізде екі шама бүтін және нақты сандар. Сонымен қатар сөз тіркестері болады. Бізде мына жерде мәліметтер типтері сөз тіркестері болып тұр, одан кейін логикалық шамалар беріп тұр, false және true деген. Осыған мән бересіздер. Осының ішінен нәтижені не шығатынын көресіздер. Ол үшін шарт беріп тұр мына жерде. Мынау не деген сөз екенін пилотта пилотшық не деген сөз? Барлық соттан пилотта жүрмейді. Экспайр не деген сөз? Яғни қандай шарт көріп тұр екен? Бұда жаңағы сандар сияқты қайсы анық қалады, алынбағаны ретіне қоясыңдар, Программаны түсінсек қоя береміз. Қайсыны ақтап өтіп кетеді, оны жеке алып сесіңдер. Ендеше, осы жауап ала жырыш қойып, енді жұмыс жасамаймыз. Кейінгі тасырымызда функционалдық сауаттылыққа барып қалған. Осы операторды континуумды қолданып, сіздер қазір мыналарда тұрған тағам түрлерін қоясыздар, былай бір нәрсе жаңа 2 дөйек алып деп жауап қалайсыздар, сол сияқты қоясыңдар. Бірінші болып па? Біріне айтсаңызшы. Мынаны бар ешкімге. Сендер сөйлеген қайсысын көресіңдер? Жалпы мына екі сөз қазақшасы білесіз? Аққан және жалған деген мағынаны береді, соны қарапаса жақсыз. Сендер бағана беріп түгел ақтауырсың, түсіндірші. Неге осы екіде шоколадты не болып қалғанын сөйлеген алыстадыңдар. Бірінші сүтті тексереді,
Süt bizde şartına sәйкес емес, bölgen 6 dersin. Екінші йогурт тексереді. Йогуртты қоямыз, иә? Жақсы. Үшінші құртты тексереді. Құрт бізде қандай? Өтіп кетеміз, сүттен шартына сәйкес келмейді. Келесі шартына сәйкес келіп қоямыз. Келесі су бізде келмейді. Жақсы. Өте жақсы. Маған енді алдарында мынандай тест сұрақтарын беріп, бүгінгі білімдерді осымен бағалайтын боламыз. Қалыптасмалары бір топқа барлығына бір вариант, бірімізді көшірмейміз, академиялық адалдықты сақтаймыз. Әркім өзі жауап береді. Бірінші камераны жазып қойыңдар, сосын жауап беріңдер. Çiğ var mı sende? Çiğ olursa bir var. Çok oldu. Var mı? Жақсы. Алихан, Кумаш Алихан 4, Нариман 5, bizde Duvar Kolu 4 alır, Aziz 5, Aslım 4, Sevgili 4 diye bana alır. Bunu saplaşır. Өзіміздің жаңа көз бара кірейік та, кері байланыс керек, бұл сапта кері байланыс керек. Bu mesela kere bayrak sonuçta bizde 4 doğuşu öte жақсы түсінікті болып отыр. Бізде серіктің асылында кейбір тасылық орнында қиындық туды. Қандай сәттерде сізге қиындық туды? Нотка терген кезде программаны тергенде біз жаңағы синтаксистік қателік жіберіп отырдық, иә? Оны ертемен түскен кезде бізде өз түсетін прint қажет түсетін, функция қажет түсетін өзіміз білеміз, иә? Сен теруден жаттығу керек екен. Екінші оқушының менде Серіков, сенде қандай қиындық туды? Компьютер кейбір формула шығыстырды. Компьютер кейбір формула шығыстырды. Жалпы континуум деген екенін түсіндік па? Яғни не деген сөз бізде? Континуум деген бізде өткізіп жіберу, жалғастыру, әр қарапайым шартқа сәйкес емес кезде жалғастырып жіберуді айтады екенбіз.